Қайтыс болған адамның несиесін кім төлейді? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер бұл сұраққа жауап тапқыңыз келсе, бейне астындағы лайк және подписациядан баларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қайтыс болған адамның несиесін кім төлейді? Бұл сұраққа заңгер Бердімұрат Хасенұлы жауап берді. Заңнама бойынша адамның мұрасы 6 айдан кейін ашылады. 6 айдан кейін қайтыс болған адамның мұрасы болса, мұрагерлерінің арасында мүлкі бөлінеді. Осы мүлк бөлінген кезде қайтыс болған адамның берешегі банк немесе микроқаржылық ұйым сол мұрагерлерінен талап етіледі. Ол заңнама бойынша дұрыс. Бірақ қайтыс болған адамның басында мүлк, ешқандай мұра болмаса, материалы банк ол мұрагерлерден талап етуге құқылы емес. Банк берешекті өзі жабуы керек. Адамның қайтыс болуына байланысты кредиттік шарт тоқтатылады, дейді заңгер. Яғни қарыз бен несие де мұра болып саналады. Бірақ ескере кететін бір жайт, мұраны алу не алмаудың адамның өзі шешеді. Егер адам мұрагерліктен бас тартса, онда қарызды да төлемейді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.